Менің есімім Артем. Мен қалалық мектепте күзетші болып жұмыс жасаймын. Менің күзетшіліктен тәжірибем бар. Өйткені мен 18 жасымда әскерде болған. Ол жерден талай нәрсе үйрендім. Бүгін менің алғашқы кезекшілігім, яғни кезекке мен қараймын. Мен сағат 20:00-де телефонмен достарыммен сөйлесіп отырған едім. Содан кенет мен отырған жердегі бөлменің жарығы өшті де қалды. Арада бірнеше сағат өтті. Шошып кеттім. Мен ештеңе істей алмадым. Бірнеше сағаттан кейін жарық қайтадан жанды. Мен шамасы ремонт болды деп ойладым. Арада шамамен 2 сағат өтті. Қазір сағат түнгі 10:00. Содан ұйқым келіп ұйықтай бергенімде екінші қабаттан қорқынышты дауыс шықты. Мен қолыма қолшамды алып жоғарыға көтерілдім. Екінші қабатқа жеткен сәтте бірінші қабатта тағы сол дауыс шықты. Ол дауыс күлген баланың дауысы. Солай мен түнгі ұйқыдан айырылдым. Қазір сағат түнгі 3:30. Мен қазір көктем уақыты болған соң аса қатты уайымдай қоймадым. Өйткені күн жылап шығады. Мен барлық сыныптарды қарадым. Енді 11-ші сыныптың кабинетіне кіруге тырыстым. Асықпай әр адамды нық бастым. Bir қарасам, оң жақ бұрышта біреу тұр. Қолында өткір пышағы бар. Мен шыдай алмай мектептен қашып кеттім. Ертеңгісін сағат 9:30-дарда директормен сөйлесіп, жұмысымнан өз еркіммен шықтым.